Сәлем достар, әлемдегі ең үлкен шөл шамамен 9 миллион шаршы километр аумақты қамтитын Сахара шөлі. Бұл құмды шөл солтүстік Африканың бүкіл жазығын алып жатыр және Бразилияның жер көлемінен көп. Ал Бразилия жер көлемі бойынша әлемде 5-ші орында. Сахара шөлі Африкадағы 10 мемлекеттің шекарасында жатыр. Шөл далада өсетін құмды шыңдардың биіктігі 180 метрге дейін өседі. Шөлдің ең биік нүктесі Чад елінде орналасқан Эмикуси шыңы. Оның биіктігі 3415 метр. Шөл далада жылына 20 миллиметрден аз жауын шашын түседі. Бірақ бірнеше жыл қатарынан жаңбыр жаумауы да мүмкін. 1879 және 2012 жылдары Сахараның оңтүстігіндегі Алжирдің аумағында қар жауған. Сахарадағы жалғыз су көзі Ніл өзені. Шығысқа қарай ағатын аталмыш өзен құмды аймақтың басым бөлігін басып өтеді. Дегенмен Сахараның кей бөлігінде ылғалды алқаппен жер астындағы бұлақтан шығатын құдық бар. Бұл ерекше құмды аймақта джиппен серуендеуге келетін саяхатшылар үшін арнайы бөлімшелер орналасқан. Сахара толығымен қаңырап бос қалған шөл дала болып көрінгенімен, оның аумағында 500-ге жуық өсімдік өседі және онда көптеген жануарлар мекендейді. Үй жануарларынан түйелер мен ешкілерді кездестіруге болады. Жабайы жануарлардан қабылан, антилопа, түлкілер, гиеналар, жыландар және басқа да құстар түрлері. Сахарада жер асты су қоймалары өте көп. Ғалымдардың айтуы бойынша 6000 жыл бұрын Сахара шекарасында ешқандай құм болмаған. Сахарада тіркелген ең жоғарғы температура +57,18 градус Цельсий. Бірақ ыстық күндерде құм +80 градусқа дейін қызуы мүмкін. Сондықтан оны басып жүру мүмкін болмай қалады. Құмды аймақта Тегази деп аталатын қала бой көтерген. Мұндағы үйлер тұзды тастардан салынған. Бұл қала ғаламшарымыздағы сусыз, құрғақ шөлейтті орындардың бірі. Сондықтан тұзды үйлер еріп кетеді деген қорқыныш жоқ. Достар, видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.